Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай корей салатын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен Лаура. Бізге ең бірінші 700 грамм орам жапырақ пен 2 орташа қызанақ қажет болады. Орам жапырақты видеодағыдай майдалап төртбұрышты қылып турап шығамыз. Араларын ашып шығамыз. Одан кейін 2 қызылшаны үпкіштен өткізіп шығамыз. Енді 3 шай қасық тұз саламыз. Барлығын араластырып шығамыз. Тұзды аз болған жағдайда тағы 1 шай қасық тұз салсаңыздар болады. Салатымызды арлығын араластырып болғаннан кейін 1-1,5 сағатқа бір жерге қойып қоямыз. Оған дейін қайта-қайта араластырсаңыздар болады. Салатымыздың сонда түсі, суы барлығы шыға бастайды. Оған дейін майымызды 100 мл сұйық майымызды қыздырып аламыз. Төрт сарымсақты майда үпкіштен өткізіп шығамыз. Қызыл бұрышты дәміне қарай қосып шықсаңыздар болады. Өздеріңіз білесіздер, қанша қоссаңыздар да. Одан кейін 3 шай қасық қант саламыз. 3 шай қасық молотый кориандр саламыз. Жареный салсаңыздар да болады. Содан кейін 3 шай қасық уксусная кислота қосамыз. Менде 7%-дық. Қызып тұрған майды сарымсақпен бұрышқа құямыз. Сол кезде салатымызға жақсы түс дәм береді. Барлығын жақсылап араластырып бір түнге қойып қойыңыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Ас болсын.